Кеш жарық қымбатты бауырластар, үйлеріңізде амандық пен тыныштық болсын. Бүгін сіздер үмітсіз әлемдегі үміт деген тақырыпта уағыз тыңдайсыздар. Бұл сөздерде қарама қайшылық бар, солай емес пе? Енді не істеу керек? Біз өмірімізді жақсартуға әрекет етеміз. Өзіміз және балаларымыз үшін қаржы қорын жинаймыз. Бұл мәселенің бір жағы, ал басқа жағынан еш нәрседе тұрақтылық жоқ, және бұл шиеленіс тудырады. Біз мұның барлығын түсінуіміз қиын, және басқаларға түсіндіруіміз одан да қиынға соғады. Құдай осы әлемге жіберген Иса Мәсіх өз шәкірттерін нұр деп атады. Және ол шәкірттерінің осы қараңғы әлемде жарық болғандарын қалады. Иса оларды тұз деп те атады. Мұнымен ол шәкірттерінің осы әлемді бұзылудан сақтағанын қалады. Ұлы ұстаздың таудағы уағызынан үзінді тыңдап көріңіздер. Сендер жер бетінде тұз сияқтысыңдар. Ал егер тұз өз күшінен айырылған болса, онысын қалай қалпына келтіруге болады? Еш нәрсеге жарамсыз болып шыққандықтан, оны лақтырып тастап, аяқ асты ету ғана қалады. Сендер дүниеге Құдай жолын көрсететін нұрсыңдар. Төбе басына салынған қала жасырынып қала алмайды. Ешкім шам жағып, оны ыдыспен бүркеп қоймайды. Қайта оны шам қойғышқа қояды. Сонда оның жарығы үйдегілердің бәріне түседі. Сол сияқты сендердегі нұр адамдарға сәулесін төксін. Осылайша олар игі істеріңді көріп, көктегі әкелеріңді мадақтап дәріптесін. Бірақ Иса бізге барлық осындай тырысуларымыздың біз өмір сүріп жүрген қоғамда уақытша ғана әсер ететінін анық түсіндіріп кетті. Бұл туралы Матай жазған ізгі хабардың 24-ші тарауында жазылған. Жарық шашып, тұзды болғанына қарамастан, әлем түнекте және бұзылғандықта өз тіршілігін жалғастыра береді. Тіпті киелі жазбаны үстіртін оқығанның өзінде де, жерде адамзатты апатты өлім күтіп тұрғанын аңғаруға болады. Жердегі соңғы уақыт сенбеушілер мен күнәһарлар үшін өте ауыр және үмітсіз болады. Яғни өмірінде Құдайдың өсиеттерін орындамай, Иса Мәсіхтен бас тартқандар үшін Құдайдың төзімділігінің шегі жететін және Құдайға қарсы бүлікшілердің жазаланатын уақыты келеді. Елші Паул Тимотейге соңғы дәуірде қиын қыстау күндер туады деп жазады. Сондықтан да әлемнің рухани және әлеуметтік жағдайының жақсаруын күту пайдасыз. Керісінше, әлемде аштық, жоқшылық, індет, саяси қақтығыстар апат болады. Әрине, рухани мәселелерден хабардар болмаған адамға мұның бәрін елестету қиын. Барлығы бір кездері жақсарады деп есептеу қабылданған. Менің ойымша, ең сауатсыз адамның өзі де айналамыздағы әлемнің жақсармай жатқанын көреді және түсінеді. Саяси жүйе, ғылым, технологиялық даму бізді сан соқтырды. Білімнің көбейгені мен байлыққа қарамастан, әлем құрдымға кетудің сәл-ақ алдында тұр. Егер эволюцияны мойындайтын болсақ, әрине, техникалық тұрғыдан әлем жақсарып, жоғарыға көтерілді. Алайда рухани жағынан, адамгершілік тұрғыдан Құдайдан алыстап төменге құлдырады. Бұл жағдай көпшілікті қатты алаңдатады. Алайда осы өркендеудегі үрейге қарамастан сенуші адам үшін күтілмеген және жаңа ештеңе жоқ. Олар жақсарудың болмайтынын баяғыда білген. Өйткені киелі жазба солай дейді. Жазбаны үстіртін оқыған адам да адамзатты сұмдық құралды қолданатын әлемдік қақтығыс күтетінін біледі. Және осы қақтығыс өте жақын. Әлемнің барлық ірі мемлекеттері түгелге жуық бүгінгі таңда қысқа уақыт ішінде үлкен қирау мен мыңдаған адамдардың өлімін алып келетін осы қаруға ие. Әрине, мұнда Құдайдың еркі жоқ. Бірақ бұл адамның адамгершіліктен жұрдай болғанының және өзінің жаратушысына қарсы бүлік шығарғанының нәтижесі. Құдай әлемді соттайтыны таңғаларлық емес. Бірақ мұндағы таңғалатын нәрсе, Құдай сонша уақыт осыған шыдап келе жатқаны және өзінің үкімін іске асырмай тұрғаны. Ал Құдай үкімін іске асыруды кешіктіріп тұрғанда, әлем бүкіл жер шарында тыныштық пен қауіпсіздікке кепіл болатын мінсіз басшыны іздеп жүр. Және мұндай адам соңғы дәуірде пайда болады. Елші Паул болса,
ол адамды күнәнің адамы деп атайды. Келіссөз жүргізу арқылы ол баянды болып көрінген бейбітшілікке қол жеткізеді. Қымбатты тыңдарман, жазбаның сөздеріне негізделіп, адамзат өз-өзінің басына қауіп төндіріп, апатқа қарай жүгіріп келе жатқанына сізді сендіре аламын. Бұл оның Құдайға қарсы бүлік шығарғанының нәтижесі болып табылады. Алайда Құдай күнәға мәңгілік шыдап тұрмайды. Күнәһар әлем айыпты және өлім жазасына кесілген. Бұзылған қоғамымызды ретке келтіру үшін қолымыздан келгеннің бәріне аянып қалмауымыз керектігімен мен келісемін. Алайда барлық осы әрекеттеріміз уақытша екенін ұмытпағанымыз жөн. Біздің іс-әрекеттеріміз қаншалық қажырлы болып ерлік көрсеткенімізбен бар болғаны әлемнің ғұмырын бірнеше сағатқа ғана ұзарта алуымыз мүмкін. Әрине, біз қолымыздан келгеннің барлығын жасауға тиіспіз. Алайда, ең алдымен назарымызды маңызды нәрсеге қаратуымыз керек. Біз адамдарға құтқарылу жолын түсіндіре аламыз. Құдай күнәсіне тәубе етіп, жүрегіне Мәсіхті құтқарушысы ретінде қабылдаған әркімге мәңгілік өмірді ұсынады. Ондай адам Құдаймен бірге тыныштыққа ие болады. Мұнсыз әлемде ешқандай үміт жоқ. 2000 жыл алдын Құдай жерге өзінің елшісі Иса Мәсіхті жіберді. Оны жазба Құдайдың ұлы деп те атайды. Ол адамзатқа қызмет етуге, құтқаруға, өз өлімімен мәңгілік тозақтан азат етуге келді. Мәсіх мұны орындап, қайта тірілді. Бүгінде ол адамдардың жүрегінің есігін қағып, оларды күнәнің құлдығынан азат ету үшін рұқсат берулерін өтінеді. Алайда рақымдылық уақыты шектелген, ол соңына таяп келеді. Құдай жаратылыстың басталуы кітабының 6 тарауы 3 аятында, «Бұдан былай менің рухым әрдайым адам үшін арпалысқа түспейді» дейді. Біз Құдайдың шыдамдылығының шегіне жақындап қалдық. Елші Паул Тимотиге айтқан қиын қыстау күндер жақындап қалды. Мәсіх үмітсіз әлем үшін, сонымен бірге осы әлемде өмір сүріп жүрген әркім үшін жалғыз үміт болып табылады. Басқа үміт жоқ және болмайды да. Сондықтан қымбатты тыңдарман, мен сізге мынадай сұрақ қойғым келеді. Сіз Мәсіхтегі қауіпсіз жерді паналадыңыз ба? Сіз Иса Мәсіхтің ұсынған құтқарылуын қабылдадыңыз ба? Егер мұны әлі күнге дейін істемеген болсаңыз, онда бүгін иеміздің атын шақырыңыз. Яғни тәубе етіп, оның алдына келіңіз. Сонда Құдайдың қаһары мен тозақтың апаты сізге жоламайды. Римдіктерге жазылған хаттың 10 тарауы 13 аятында, иеміздің атын атап, оған сыйынған әркім құтқарылады деп жазылған ғой. Еврейлерге жазылған хатта 1 ғасырдағы сенушілер туралы мынадай сөздерді оқимыз. Кейбіреулерің масқараға, зорлық-зомбылыққа ұшырап, жұрт қызықтап қарайтын тамашаға айналдыңдар. Ал өзгелерің осылай күйзетіліп жүрген бауырластарыңның қасіретін бөлісіп, тұтқынға түскендерге жандарың ашып, жәрдем бердіңдер. Мал-мүліктеріңді талан-таражға салғанда, бұны тіпті қуана қабылдадыңдар. Себебі көкте өздеріңе арналған, одан әлде қайда құнды, мәңгілік дәулеттің бар екенін білдіңдер. Мәсіхтің қуанышы кемелді. Ол жердегі барлық қуаныштардан жоғары. Адамның әдеттегі қуанышы жағдай жақсарғанда ғана пайда болады. Қиындық келген кезде қайғыға ауысады. Бірақ Мәсіхшінің қуанышы сыртқы жағдайға байланысты емес. Бізді ренжітеді, бірақ әрдайым қуаныштымыз деп жазады. Аяқ қолы кісенделіп, зынданда мадақтау әнін жырлаған елші Паул. Бұл иеміздің аты үшін отқа да барған. Алғашқы сенушілердің қуанышы болатын. Осы кемелді қуаныш оларды әрқандай қиыншылықта да қалдырған жоқ. Осы қуаныш Ян Густу отқа жаққанда, денесін өрт қаптағанда әндетіп тұрған оның жүрегінде болды. Бұл қуаныш үмітсіз әлемдегі біздің үмітіміз. Ол біздің жан дүниемізді толтырады. Сондықтан да біз күңгірттеніп бара жатқан осы әлемде де қуана аламыз. Сондықтан да біз дәуіріміздің қоғамына қызмет ете аламыз және қызмет етуге тиіспіз. Сондықтан да отбасы құрып, бала шағамызды асыраймыз. Алайда Иса Мәсіхтің жүрегімізге қабылдаған
Біздер көктің азаматтары болғанымызды ұмытпайық. Алғашқы қауымдағы мәсіхшілер сияқты өмір сүрейік. Кейбіреулерің масқараға, зорлық-зомбылыққа ұшырап, жұрт қызықтап қарайтын тамашаға айналдыңдар. Ал өзгелерің осылай күйзеліп жүрген бауырластарыңның қасіретін бөлісіп, тұтқынға түскендерге жандарың ашып, жәрдем бердіңдер. Мал-мүліктеріңді талан-таражға салғанда, бұны тіпті қуана қабылдадыңдар. Себебі көкте өздеріңе арналған, одан әлде қайда құнды мәңгілік дәулеттің бар екенін білдіңдер. Мәсіхшіге қайғыруға немесе мұңаюға себеп жоқ. Мәсіх үмітсіз әлемдегі бірден бір үмітіміз болып табылады. Ол сенің де үмітің болуды қалайды. Осымен мен уағызымды аяқтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. аңсап жылағанда бар қайғы қасіреті саған бергім келеді. Тәңірім тек сені жүрегім іздейді. Қысылып шығатын есік таппай дүрсілдейді. Тәңірім қатты қысасың сен, өзіңе жақын таптың мені, жұбатасың сен, өз қолыңда мені сәбиде. Осыны түсінбе, сенен алыста, құшағыңнан сытылып шыққым келеді. Алайда Тәңірім осы уақытта сенің рухыңа толып рахатта